Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қан айналым мүшесі. Бүгінгі сабақта қан айналым жүйелерінің қандай болатынын және қалай аталатынын білесіңдер. Бүгінгі тірек сөздер: жүрек, күре тамыр, көк тамыр, қыл тамыр. Жедел жауап: қоректік заттар ағзамызға қалай жетеді? Оттек қалай келеді? Қалдық заттар мен көмірқышқыл газ ағзамыздан қалай шығады? Енді жауап: қоректік заттар адамның бойына сіңіп энергия береді. Оттек қалай келеді? Ауа, жұтқыншақ, кеңірдек, тамыр арқылы өкпеге барады. Өкпеден газ алмасу үдерісі жүреді. Қан оттегі сіңіріп көмірқышқыл газды шығарады. Ағзамызға оттек қажет болғандықтан біз үнемі тыныс аламыз. Үшінші сұрақ. Демі ішке тартқанда өкпе ауаға толады. Оттек қана қанға өтеді. Ал демді шығарғанда өкпе қысылып, көмірқышқыл газды сыртқа шығарады. Мотор көбіне жүректі моторға теңейді. Мұндай салыстыру қалай пайда болды деп ойлайсың? Адам ағзасында жүрек қайда орналасқан? Адамның жүрегі шамамен өзінің жұдырығының көлеміне сәйкес келеді. Неліктен үлкен әрі бойы биік адамның жүрегі бойы аласа адамның жүрегіне қарағанда үлкенірек болады деп ойлайсың? Балалар, енді мынандай сұраққа жауап беріп көрейік. Қан айналым жүйесі қандай мүшелерден тұрады? Күре тамыр қандай болады? Көк тамыр қандай болады? Қыл тамыр ше? Олар қайда орналасады? Қандай қызмет атқарады? Қан айналым жүйесі жүрек пен қан тамырларынан тұрады. Жүрек қанды толық ағзаға жеткізуші бұлшық ет. Қолды кеуденің сол жағына қарай қою арқылы біз жүрек қағысын ести аламыз. Қан айналым жүйесі қоректік заттарды ағзаға толық таратуға көмектеседі. Ол үшін күре тамыр оттекті ағзаға толығымен таратады екен. Ағзаға тараған оттектен көмірқышқыл газы сыртқа шығу үшін көк тамыр қызмет атқарады. Одан кейінгі аралықта қыл тамыр. Қыл тамыр күре тамыр мен көк тамырды байланыстыратын тамырлар екен. Балалар, мына қан айналым жүйесін құрайтын мүшелерді қалай орналастыруға болады? Модель жасап көрейік. Ойлан, жүрегі тас төбесіне шықты деген нені білдіреді? Қатты қорықты дегенді білдіреді екен. Сен білесің бе? 17 ғасырда атақты ағылшын дәрігері ғалым Уильям Гарвей жаңалық ашты. Ол ағзадағы қан тұйық шеңбер бойымен қозғалатынын дәлелдеді. Жүрек іші қуыс бұлшық етті мүше. Ересек адам жүрегінің салмағы 250-300 грамм болады екен. Жүрек кеуде қуысының сол жағында орналасқан. Жүрек мүшелері адамның жас, жыныс, дене бітіміне байланысты әртүрлі болады. Адамның ағзасындағы ең көп жұмыс атқаратын мүше ол жүрек. Түшкірген кезде адамның жүрегінің соғуы тоқтап тұрады екен. Жүректің жұмысын жақсартудың ең керемет жолы күлкі. Сабақ аяқталды. Осы мәтін тақырыпты толығымен оқып